Ернаққа болсыншы шапалақта жадырағы әдеміне соқшыншы тарымен нұр асылға тілек бүгін айтамыз жақсы тойлап бұл әулеттен жақсы көңілмен қайтамыз. Рахмет. Кішкене өзімнің арқам бар. Баяғыда бір жеңгеміз айтады дейді ғой, еркек көрсем сүйгенгім келіп тұрады деп. Сол сияқты кішкене арасында арқамыз қозып отырады, арқаны қоздырып отырады. Күле қарап ау. Десеңші, сіз әкеп қойыңыз. Таппай қана беремін. Не әкеп тұрсыз, біз жаққа кетіп көрсіз. Енді той болғаннан кейін кішкене салмақтырақ болсын, көңіл болсын деп жатқан ниет қой. Сіздерді мазалайын деп тұрған жайым жоқ, Сағидоллаға. Бірақ күнде тойға барасыз. Қазір кемінде аптасында 3 той. Барлық тойда той иелері оң қолды көтереді да өстіп. Төрді айналып жүреді. Бүкіл ел шапалақ ұрады. Сондықтан енді бүгін сіз жалғыз өзіңіз жүргізбейін, екеуіңіз қол ұстасып, оң қолды көтеріп, бір төрді айналып, шапалақ қошеметті сезініп келсеңіздер, бірге жүрсеңіздер болады. Ана сіз сол қолды көтеріңіз. Сіз қол ұстап аласыңыздар өстіп. Бір той иелеріне жақсылап бір бүгінгі Сағидолла әкемізбен Құдайхан ағамызға деген қошемет болсын. Қолды көтеріп. Екі айы ақшасын төлейік, пожалуйста. Бұлай тұрасыздар ма? Ақшасын төлейміз артынан келді, уайымдамаңдар. Жіберіңізді шапырымдан апап таппайған болыңыз. Той сыйластықтан асқан сымбатты еш нәрсе жоқ деген осы сыйластық бәрі сіздерге мына бүгінгі әулеттегі шаңырақтағы жақсылық тойларыңыз құтты болсын. Бұл енді біріншіден Алла тағаланың қазынасы. Ернатыңыздың да бет-беделі мінекей Жадыра екеуісінің қандай тамаша достарының бәрі ынтымақты. Бұл азаматтарды мен бала кезімнен жақсы білемін. Абай, Әділет бастаған мына Бинұр, Алматыда емшесі тіреп тұрған азамат отыр. Бұл жерде тегін азаматтар отқан жоқ. Осы азаматтардың бәрі Ернат бәрі достықтары керемет жарасқан. Осы Сүрме деген ауылдың туын көкке желбіретіп, керемет дос деген оғымды шынайы түсініп жүрген азаматтар бүгінгі тойға да шын көңілдерін бөліп жатыр. Осы балаларыңыздың да қуанышы ғой. Енді бала сіздердікі әрине дарынмен ұрасыл сіздердің балаларыңыз, бірақ бүгін сіздердің де балалар екенін ескеріп отырған жақсы ғой. Енді сіздер шаңырақ құлғалында біраз жыл болған шығар негізі. Бір ағамыз біреуден естіген болу керек, әйеліңмен шаңырақ құрғаныңа 30 жыл болса әйелің мамаң сияқты болып кетеді. Содан жұбайына келіп айтып жатыр дейді ғой, жаным, екеуміздің шаңырақ құрғанымызға 30 жыл болыпты. Бұдан былай мен сені мама деп атайыншы деген ғой. Сөйтсе әйел айтсаң айта бер деп. Күнде азанда тұрады екен, мама мен жұмысқа кеттім. Балам барсаң барып кел, жұмысыңа шығарып салады екен. Түсте келеді екен, мама тамақ дайын ба? Балам тамағың дайын, тамағыңды ішіп ала қой. Кешке мамамен жатып ұйықтайын. Күніге екеуі балам мама деп жүрсе керек. Бір күн азанда екеуі шай ішіп отырса, ағамыз әйеліне қарап тұрып мама депті. Сөйтсе әйелі ау десе, ағамыз айтады дейді ғой, мама мен үйленем деп. Енді әсілі осынып жатырмыз, қисықсыз жүрмекке, екі аяқ жүрмекке жақсы дейді ғой. Бір Сашка деген брат болған ғой. Сашка деген брат жұбайы екеуісінің үйленген күн есіне түскен жұбайына келіп айтып жатыр дейді ғой, жаным, екеуміздің ойлап қарасақ тура бүгін үйленген күніміз екен. 20 жыл болыпты бүгін бізге. Екеуміз 20 жылдан бері бір театрға, не болмаса кафеге, не болмаса клубқа бармаппыз. Бүгін екеуміз ночной клуб деген клубқа барайық деген ғой, Сашка брат жұбайына. Сөйтсе жұбай таң қалыпты, Сашка
ол Нашнелік деген клуб не десе Сашка Брат айтып жатыр дейді, өзім де білмеймін. Достарымның айтуына қарағанда, ол жерде ән болады екен, би болады екен, көтерім көңіл күй болады екен. 20 жылдан бері сенмен бірінші рет барайын деп тұрмын деп такси шақыртып ендіріп таксиге отырып екеуі Нашнелікке барып, Нашнелікке кіріп бара жатса, Нашнеліктің охранасы ассалаумағалейкум Сашка Брат деген ғой. Әйел таңғалып, Сашка, мына бала сені таниды ғой десе, Сашка Брат айтып жатыр дейді. Бір жерден көрген шығар, мүмкін адам ұқсайды, мүмкін шынымен танып тұрған шығар. Ода тұрған не бар деп Сашка Брат құтылған. Бір кезде дастарханға келіп жайғасып жатса, официант қыз келіп сәлеметсіз бе Сашка Брат? Сіз не қалайсыз десе, әйелі орнынан атып тұрып, ей Сашка, мына қыз сені таниды ғой десе, Сашка Брат айтып жатыр дейді. Мүмкін біздің ауылдың қызы шығар, мүмкін бір жерден жұмыс істеген шығармыз, ода тұрған не бар? Ерен санама деп Сашка Брат тағы құтылған. Бір кезде музыканың жігіт тұрып, біз Сашка Браттың құрметіне, жұбай екеуінің шаңырақ құрғанның 20 жылдығының құрметіне, жаным сен болмасаң мен осындай болармын деген әнді жолдаймыз десе, орнынан әйел атып тұрып, ей Сашка, мына бала екеумізді айтып жатыр ғой десе, Сашка отыр дейді. Мына жерде 60-70 адам бар, басқа да Сашка отыруы мүмкін, бұл жерде басқа Сашканы айтып жатыр деп Сашка Брат тағы құтылған. Бір кезде ортаға бір қыз шыққан, ары билеген, бері билеген, аузына бір шарик салып, айландырған, бері айландырған музыкант жігіт тұрып, қыздың аузындағы шарикті кім алады десе, бәрі улап, шулап, әрине күнді алып жүрген Сашка Брат алады, күнді алып жүрген Сашка Брат алады, Сашка, Сашка деп бәрі шулаған ғой әлі жерде. Сөйтсе әйелі айтып, ашуланып, сен мен 20 жылдан бері алдапсың, мен сенімен ажырасайын деп қашып шыққан, артынан Сашка Брат бірге шыққан, екеуі таксиге отырып ұрысып бара жатыр дейді. Ол жерде бас Сашка болған, ұрысып бара жатса, таксист жігіт бұрылып қарап, ассалаумағалейкум Сашка Брат, кешегі ертіп жүрген әйеліңіз тәп-тәуір еді, мына бір ұрысқан әйелді қайдан да боласың деп дейді. Кішкене әзіл болсын, күлкі болсын деп жатқан ғой біздікі. Тойларыңыз той қыласын. Мынау енді бала өсіргеннен кейін, осы немере сүйгеннен кейін Алла тағаладан сұрайсыздар ғой, шөбере сүйген екен, осылардың қызығын жақсылығын көрсек екен деп Алладан күндіз-түні сұрайтындарыңызды мен жақсы білемін. Алла тілеген тілеулеріңізді берсін. Осылар өсіп, үйленіп, Құдай қаласа жүзге келіп, сол тойында отырыңыздар. Енді той жасамақтың мен ауыр екенін жақсы білемін. Сондықтан да бұл салмақты тойдың салмақты бір тілегім қазір сіздің күйеу балаларыңызға, әпке, қарындас күйеу балаларыңызға, бауырларыңызға ұсынсақ деп тұрмын. Өйткені қазақта сөз бар ғой, 6 ағаң бірігіп, әкеңнің орнын толтырмас, 7 жеңгең бірігіп, шешеңнің орнын толтырмас. Барша ағайын жиылып бауырдың орнын толтырмас дейді. Қазақ тегіннен тегін айтпаса керек, бауырың бүтін болсын деп. Сондықтан сіздің жалпы бауырларыңызды, әпке, қарындас күйеу балаларыңызды отырға шақырсам. Марфуға дәулет, Кат-Кат, Тоғай, Гулия, Жұмағұл, Болатбай, Нұрлан, Гүлден, Майгүл, Еркін, Әсел, Талғат, Айнаш, Қаныбек, Айнұр, Қашай, және де бауырлар Хиният, Бижамал, Али, Тұрсынқан, Әлімбай, Баян, Данияр, Рыскүл, Нұргелді, Мұхит, Жансбек, Айгүл, Қайрат, Гулия, Тілектес, Олжан, Ержан, Роза, Ринат, Назерге, Ерлан, Мерует. Ортада болсаңыздар, ортаға келсеңіздер. Маэстро музыка билеп тұрып, Қасым. Екі тарпа тарсаңда қүйыстырыңыз, бастайық. Келіңіздер ағалар, қашайма өзіңіз келіңіз. Құрметті тойшыл қауым, мына бүгін менің Сашкамның бірдей немересінің тойында отырмыз. Тойлары құтты болсын, балаларының жасы ұзақ болсын, мұсылман болғаны тағы құтты болсын. Сашка менен Күлайқаным сол балаларының қызығын көрсін, әке шешесі қызығын көрсін. Жиналған көпшілік Үсіптің әулетінде бүгін міне үлкен той болып жатыр, той құтты болсын, бала шағасы аман болсын. Бәрімізге Құдай осындай жақсылық
versin. Deniz sağ olsun. Ana akışı men çeşesi aman bol. Yaxşılık soların başından ketmesin, toylar üzülmesin. Toy kutlu olsun. Жақсы рахмет söz vergenlerine. Almatı'dan geldik. Baba Sümbe'nin kızı yedik. Birini tanısak da birini tanımasak da Darnet Salim. Darnet Salim. Ben o saçkanın ülkenak deseydim. Oslardın tülev cüretim ben. Düşsem de tutsam da düş görsem de ya Allah aman bolsa için bağlarım. Oslardın tülev cürmün. Toylarım kutlu olsun. İyi ki bana yaşlı adamak olsun. Senin şahsın öğretmesin. O baba ben üsteydi. Çarşıdan öyleydi. Şeydi anladı oramazdı da sağlık verirdi. Yaşlı derine, yaşlılık isteydi. Yaşlılık derine yaşlılık. Derinde olsun der bana şakalı balalılardın toyunca sap. O duruşunu arıp gelsin bizi olsun der bu türebendir. Derin aman bolundur. Әмин айтқаныңыз келсін апа, қыз тілекші деген осы ғой қашанда біледі. Тілекшімін деп жатсыз апа, Алла разы болсын. Сый-сияпаттарыңыз болса беріп қойыңыздар, әрмен қарай жалғайтындар болса микрофонды ұсынайын. Келіңіз ақсақал. Қымбатты көпшіліктер. Міне бүгінгі күні Сүмбелі кәсіпте түрілдетіп, той жасап, сарқымен қонаққаны екі немеретіне түрілдетіп, ойнап тұрып жатыр. Келген қадамдар құтты болсын. Қымбатты туғандар, devlet duraklar, kayındırlar. Hazretlerime assalamu aleyküm de salam verip koyayım. Aman boldur. Buna yeti varamın жақсылық құтты болсын, өмір ұзақ болсын. Міне қазақтың ең үлкен тойы сүндет той. Сүндет той бір қабілетті жақсы той. Тойлары осы болсын, жақсылыққа орала беріңдер. Барлықтан да осындай той болсын, барлықтан да жақсылық болсын. Заманымыз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Рахмет. Hürmetli konaklar, bunca toya gelgen öten adam yok bu yerde. Birimiz bağırımız, birimiz tağırımız, bu da cengetlerimiz, değerli zaman bulayık. Kendileri dilediyorum, iki balasın kendileri, iki balam aman olsun. Son giyenisince iyi, son giyenisince boz. Toyla toya Allah'a yürüyük. Kendi dostlar toyga geldiler, jigitler. Рахмет, yine de Allah razı olsun. Hemen қалай, тоғайға өзіңіз ба? Айтасыз ба, көзіңіз құрасам айтатын сияқтысыз ғой, kendiniz айтып жүріңіз. Ya құрметті тойшы қауым, бүгін менің қайнағам үлкен той жасап жатыр. Тойы құтты болсын. Екі баланың жасы ұзақ болсын, өмірлі болсын. Сол екі баланың ұзағын қызықтап жүре берсін қайнағамыз. Не дейміз? Бағаның мен көпшіліктің бәрі жақсы тілек айтып жатыр. Сол тілекке қосыламын. Енді жақсы азамат болып шықсын. Рахмет. Рахмет тоғайға, Алла разы болсын. Келіңіз саға өзіңіз бір ауыз. Анаға теңге той құтты болсын. Той құдайдың қазасы ғой. Ең бірінші денсаулық аман есен болайық. Денсаулық берсін бәрімізге.
Рахмет, Талғат аға. Бар ма? Жако, Жако, жезден сөйлесін. Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік, тойшылығым, мынау аға мен жеңгемнің жасап жатқан үлкен тойы құтты болсын. Ал енді бағанадан бері айтылған тілектің бәрі, атаның бәрі Алланың ұланы жалғасын. Енді сау болып, атам атасына тартып, жеңгеме тартып, үлкен бір азамат болып шықсын. Ал енді Таманғалыға рахмет сөз берген. Осындай жақсылықтарына қарай шаптай бересің. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, әрдайым жақсылықта жолдайық. Рахмет, Жансүбек аға, Алла разы болсын. Тамағыңыз бітіп қапты ғой, қырылда қапты ғой. Құдалыққа адам апарып жүріп, құдалық басқарып жүрсің, бірге қосып, дуайдай жұмыс жасап. Рахмет, Жако, жездем ғой, нағаш жездем. Алла разы болсын. Әрмен қарай жалғайтын ақ тілектер айтты. Талғат аға, өзіңіз сөйлемесе болмайды деп жатыр, бір ауыз айтыңыз. Рахмет. Сөйлегеніңізге. Аға тәте, той құтты болсын. Қазақтың баласы туғаннан бастап той, туылап, шілдеханадан басталап, бесік той, одан сүндет той, тұсаукесер, жаңа жалғаса береді. Кейін үйлен, ол қарғантай тойға ұласады. Жалпы бала туылды, шаңыраққа той келді деген сөз. Екі кішкентай үлкен азамат болсын. Үлкен азамат болсын. Жаңа ағамыз қайда кетті екен. Мен осы сіздердің әулеттің қызын алғанға дейін ыңғайлы еді. Көшеде көрсек әзілдеп, анан мынаны айтып не қылатын еді. Қазір енді ол кісінің маған жезделігіне қарағанда ата қайнаталы басым болып кетті де, қазір үндей алмаймыз, сөйлей алмаймыз, артық сөз жоқ. Бала екеуі де сіздердікі ма, жоқ біреусі ернаттікі ма? Екеуі де сіздердікі ма? О, екі балаңыздың да үлкен азамат болсын, бақытты, сіздерге жемісін жегізетін тек қана осы Сүмбе ауылына ғана емес, бүкіл Қазақстанға танымал үлкен азаматтар болсын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сіздер бақыттысыздар. Кейде бір айтылып жатады жаңағы, әлгі Бразилияның футболистерінің тұсауын кеспесе де қазаққа қарағанда жақсы жүгіреді. Бұл тұсау кесерген не айтасыздар деп айтады. Бірақ мен бұған тіптен де қосылмаймын. Өйткені ол біздің дәстүр. Онсыз болмайды тұсау кесерсіз. Тұсау кесілу керек, сүндет той болу керек. Сонда ғана біз қазақ екенімізді білеміз. Біздің ерекшелігіміз ол. Сондықтан осындай сүндет тойлар мен бесік тойлар, тұсау кесерлер көбейе берсін. Шөбере сүйіңіздер. Рахмет, ақ сақалды үлкен кісілер болыңыздар. Рахмет. Кішкентай бала. Ассалаумағалейкум, көпшілік қауым, жақсылыққа тойға жиналған келген қауымдарымыз құтты болсын. Біздің әулетте бір жақсы үлкен той болып жатыр. Жасап жатқан жақсылықтарымыз құтты болсын. Алларымыз дені сау, үлкен азамат болып, соның жақсылығымен қуанышын шақырайық. Жасы ұзақ болсын, өздеріңіз жастарымыз ұзақ болсын, барлықтарыңызға осындай жақсылық пен қуаныш тілеймін. Әр отбасына осындай жақсылық, осындай той берсін, тойдан тойға жете берейік. Басымыз аман, деніміз сау болсын. Сол жастар үшін жеу ойнап. Рахмет, әке, Алла разы болсын. Енді бір түйінді тілектер болсын, содан кейін қосыла сөйлегенде абзал болар. Апа айтасыз ба? Айы, келіңіздер. Келіңіз, апай. Саламатсыздар, тойшыл қауым. Енді ағамыз бен жеңгемізді той жасап отырмыз. Тойымыз құтты болсын. Бірінің сүндет тойы, екіншінің бір жасар тойы құтты болсын. Денсаулықтары ұзақ болсын, жемісін жегізсін.
әрқашанда соның көз қуанышы болып жүгіріп жүре беріңіздер. Осы жерде отырған барлықтарыңызға денсаулық тілеймін, зор байлық тілеймін, аспандарыңыз ашық, жұлдыздарыңыз жарық. Әрқашан осылай той домалақта күліп ойнап жүре беріңіздер. Осы аға менен жеңгеміз денсаулығы мықты болып, осы бала шағасының қызығы болсын. Басқа не дейміз? Рахмет, Алла разы болсын. Енді бір ауыздан қосылдыңыздар ма шын жүректен? Ау, рахмет, Алла разы болсын. Негізі енді қосылып сөйлегенде абзал болады. Кім? Нұрлан ағамыз ба? Жұмагүл апай жетеді. Ол кісі айтпаса болмайды дейді. Жұмагүл апай, ол кісі де қосылдым деген сияқты ғой. Енді қосылсақ болады. Тілек бір ғой, Алла разы болсын, шаңырақтарыңызға Алла береке, бірлік, әрқашан осындай қуаныш беруіне шын жүректен тілекшімін. Тойларыңыз той боласын, сый-сияпаттарыңызды табыстап, ақырындап барып жайғасыңыздар, өйткені үлкен ас та дайын болыпты, бізге хабар келіп жатқан жайы бар. Ақырындап барып жайғассаңыздар болады. Құтты орындарыңызға жайғасыңыздар, өйткені қазір үлкен ас ет келе жатыр. Үлкендер матаны дайын ұстаңыздар, осы нағашылар жағы дарымен ұрасылды. Ет келе жатыр! Ет келе жатыр, 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 ет келе Amin Allah'ım, amin en şayatın yazıdan şunluklayı her asırdan ilmasa ülken aslan Allah'tan kalklatın dolara, ülken aslan
Үлкен астын алып, арқаны кеңге салып, дем алып отырайық қадірлі. Жақсылар, заманның алды тақыр, арты тақыр, айтар сөзім тілімнің ұшында тұр. Жер қайысқан қолменен келсе дағы бір ауыз сөздің қайтқан бүтіл бақыр. Осы біздің қазақтың айтуынша, аюды жеңген адам жарты батыр, ақылын жеңген адам бөтін батыр дейді ғой, Оразәлі Досбосынов ағамыз. Енді ақылменен, сабырменен бір қалыпқа, бір арнаға түскен тойымыздың әрмен қарай жақсы тілек ниеттерін тағы да үлкен астың үстінде бір жалғауды жөн санап тұрған жайымыз бар. Өйткені менің қолымда 3 бірден ақ қағаздан құрылған сіздердің аты жөндеріңіз, рет-ретімен осы тілекті ұсыну менің де парызым. Мысық мектеге барса да мияулағанын қоймайды ғой. Сол сияқты асаба болып ортада жүргеннен соң мен де бүгінгі тойдың сабырын, қошеметін, жалынын сұрау парызым. Ана бір жеңгеміз айтады ғой, біреуден естіген әңгімемді екінші адамға аман есен апарып жеткізу, ол менің азаматтық борышым деп. Сол сияқты біздің азаматтық борыш, жақсы тілек, жақсы тағы да бір жалғау. Қазір жадыраның коллективі, яғни ұстаздар қауымын асабаның алаңына бір шағырсақ па деп тұрған жайымыз бар. Мектеп білім тірегі болса, ұстаз оның қашанда жүрегі. Кім боласың, кім болсаң да боламан, бастықпысың, өте жақсы тұраған. Мұғалімді келе кеткен бар қолар, мықты болсаң, бойындарын бұра бар. Академик, министр болдыпты сен, кім болсаң да мектеп көрдің кеп кеше, кім болсаң да қарайлай жүр ұстазға, алаяқтар алдын орап кетпесін. Қашан көрсең күнге ұқсаған жанара, ұстаздардан көнбіс адам жоқ әлі. Мектеп көрген әдептілер айтпақшы, мұғалімнен шықпаңыздар жоғары. Орындалып айталық бір ойдағыз, отырармыз қуанышта тойдамыз. Есте болар сондай кезде бір нәрсе, мұғалімнен бұрын сөйлеп қоймаңыз. Махаббаты бала және отаны, сүйіктісі, қағаз кітап қопару, демалысы шәкірттерге хат жазу, ал кәсібі от бөрімен от алу. Кім болмаңыз, прокурорсыз ба, сотсыз ба, тұрыңыздар, келе жатыр мұғалім ардақты ағайындар. Ұстаздар қауымы асабаның алаңына келетін болады. Мектеп директоры Әнуарбек Құралай апайымыз бастаған Медет Айнұр, Дәрия, Ардақ, Орынтай, Шырын Қырмызы, Бақберген, Баян атты ұстаздар қауымын ортаға шағырсам ба деп тұрған жайым бар. Ортада болыңыздар, коллектив қауым. Келген, әлде өзім сөйлеп қайтам деп отырғызып кеткізіп қалғандардың орнына тұрмаңдар деп. Мектеп не деген қатал директорсыз? Мектепке тастап кетіп қойғандар. Бәрекелді, қош келдіңіздер Бақберген аға. Бір жағын ағашы, бір жағын жездесіз. Енді Құралай апай бастайтын сияқты түріне қарасам, өзіңіз бастап бергіңіз келіңіз. Рахмет. Асаба Жолдасқа көп-көп рахмет. Жаңа айтылған мұғалімдер, ұстаздар қауымына көптеген сөзінің барлығы ол рас. Құрметті тойшыл қауым, мына бүгін міне осы тойханамызда, біздің ауылымызда, яғни үлкен бір той болып жатыр. Оған бәріміз міне куәгер болып отырмыз. Осы жерде біздің Сағидолла ағамыз бен Күлайхан апамыз мынандай: менің балам Ернат пен келініміз Жадыраның кішкентай балапандарына той жасап беріп отыр. Осы тойға барлықтарыңыз қош келіпсіздер. Енді тарихқа жүгінсек, онда мына сүндет той ол қазақтың нағыз тойы. Шыр етіп дүние бала нәресте дүниеге келген кезде Алла тағала сол кішкентай періштеге нәсібе береді екен. Сол екі баламыздың нәсібесін тауыспай берсін. Екеуі ер азамат болсын, халқына ереулі, жақсы азаматтардан болсын. Бағана міне тәтем сыйлап
мен бұл кісіге бір жағынан келінмін, бір жағынан осы кісілерге көрші болдым. Одан кейін осы жерде бағана осы тойды шулатып отқан осы жерде куәгерлері осы 89-дарға сынып жетекші болғам. Сондықтан Бернат та осы жерде отырған 89-ның барлық балалары, келіндері менің балаларым. Сондықтан осы көрші болдық. Менің алуа қызымды Күлайхан тәтем Назеркемен бірге бағып қағып, міне осы 11-ші сынып оқып жатыр қазір. Назеркеміз міне колледжда. Осындай көп еңбек сіңірген. Сондықтан тәтем бағана мені осы жерде немересінің тұсауын кескен кезде ырымдап шығарып отыр. Оның бәрі сый-сияпат. Алла тағала сіздерге жастарыңыз ұзақ болсын. Әрдайым мына халқыңызбен, еліңізбен, туған туыс ел жұртыңызбен жақсылықтарыңызды бөлісуге шақырып отырсыздар. Ниеттеріңіз әрдайым жақсылыққа болсын, той болсын, думан болсын. Алла бар берген жасаған дұға тілегімізді қабыл етсін. Мына бүгін қанша әрқайсының бір тілек-лебізі, шын ниетімен айтылған сөзі Алланың құлағына шалынсын, періштелер әумин десін. Екі балапанымыз әрдайым аман болсын. Баламыз мектепке қадам басып отыр, сол қадамы құтты болсын, жақсы бір оқушыдан болсын, озат оқушыдан. Жаңа ағам маған келіп айтып жатыр ғой, сен сияқты директор болсын деп. Ол да сол сияқты, мен сияқты менен асып түссін. Менің әкем қанша жыл ел басқарып президент болды ғой, сол сияқты президент болсын. Бағана баламыздың тұсауын кесіп жатырмыз. Баламыздың тұсауы күрмелі әрқашан шешіліп, ұзақ өмір жасасын. Алла бер бар, мағанан бер айтып отырмын ғой, бар берген мәселесін тауыспай молынан беріп, жұлдызды жарқыраған бір жігіттерден болсын. Еліне, халқына ереулі болып, осындай ел жұртына әрдайым жақсылығымен бөлісетіндей болсын. Біздің мына сүмбеміздің атын тек қана жақсы жағынан шығаратын ұлдармен болсын. Осымен тоқтап қалмай, ары қарай келіңіз бізге, ары қарай көбейте берсін. Міне биылғы жылы Жадыра қызымыз өзінің оқуын бітіріп, біздің коллективқа қосылып, ұстаздық жолын бастап отыр. Ұстаздық жолы құтты болсын. Әрдайым биіктерден көріне берсін, ұлағатты ұстаздардан болсын. Сіздердің үйлеріңізге, осы әулеттеріңізге біз тек қана той думанға келейік. Той-тойға ұласын ағайын, жақсылық болсын. Барлықтарыңызға тек қана Алланың нұры жаусын. Айналайын қарағым, қал жақсыма сала берме өзіңді. Әр жақсыға қоралай мәнісін айтшы ағайын. Шапалақ дұрыс болмай қалған-ай. Құралай апай, құралай, шапалақ дұрыс болмаса көңіліңіз ай қалмай қаладай. 89-дар торадай, шапалағын ай ұрадай. Әдемі болсын ай шапалағың ай. Деп қоймай қаласында. Алла разы болсын. Ұстаз деген сырттай қарапайым тұлға болып көрінгенімен, ол ұлы тұлғаларды тәрбиелеуші дейді. Орыстың ғұламасы Ушинский. Әрқашан тұлғаларды тәрбиелеп, осындай азаматтардың екі шәкіртім деп мақтанып жатсыз. Мақтанарлық шәкірттеріңіз көп болсын. Бақберген аға, өзіңіз келіңіз, бір ауыз айтыңыз. Ал құрметті той қонақтары, құрметті той иелері, Саридоллаға, Күлайхан әпке, бүгінгі жасап жатқан жақсылық тойларыңыз құтты болсын. Бұл сүннет той деген жаңа үлкен той дейді. Мұсылмандықтың бастамасы дейді. Ал енді тілашар болса жаңағы өмірге алғашқы қадам басқан сәбиіміздің жаңағы қадамы. Олар осы қос тойларыңыз құтты болсын. Жаңағы балапандарымыз өмірде жақсы үлкен азаматтардан болсын. Өмір жолдары әрқашан ашық болсын. Еліне, жұртына қызмет ететін жақсы еліне елеулі, халқына қалаулы ұлдардан болсын. Тойларыңыз той болсын. Рахмет сіздерге, Алла разы болсын. Сый-сияпаттарыңыз табысталса, өздеріңізге де денсаулық, береке, бірлік, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Алла разы болсын. Ақырындап дастархан басына жайласа қалыңыздар. Рахмет. Балапандарыңыз нормально ішіңіз болып. Жақсы. Салдықтарымыз бар деп, сол сый-сияпаттар тағы да бір үлестіру үшін қазір ән жұмбақ ойнасақ деп тұрған жайымыз бар. Біз қазір той жыры әнін қоямыз. Той жыры әні қойылғанда, сол той жыры әніндегі сөз басқа, әннің сөзі
Сол сөз қай әннің сөзі екенін табуымыз керек. Бірінші болып тыңдап көрейік. Бұл құс туған жерден гүліздейді. Қайсы әннің сөзі алайық? Қайсы әннің сөзі? Туған жерден өре. Осы таза сөз. Әдемі. Кім айтады? Айта аласыз ба бай? Бұл қауыс туған жерден көмілдейді, көмері құштарынан көмілдейді, әдемі ау саған арнаған Ата келді. Дұрыс па екен? Дұрыс емес болса ренжімейсіз. Дұрыс екен. Приз. Апайыңа приз беріңіздер. Әдемі бірінші жұмбақ. Әр жұмбақты шешкен апайға Алла разы болсын. Приз бар ма? Жадыра қайда? Жадыра қайда? Жадыра апайымызға призді беруді ұмытпаңыздар. Әрмен қарай. Сол ән сөз басқа. Призді ретте ереке. Айналдым ана деген асқараттан, қолымның атқа мініп тоқта шаққа. О, қарындасым тапқан сияқты. Орныңызда тұрыңыз. Айналдым ана деген асқақ аттан, ұлыңның өлеңін талаймын. Бұрыс түрінге боласам айтатын сияқтысың ғой? Иә. Қойш дұрыс берген осы қарындасым. Қарындасым қамамды тұр жалпы Дұрыс екен. Қарындасыма приз беріңіз, мен апайыма приз беріп қойын, әділетті болсын бәрі. Апай, жаңа бірінші әнді тапқаныңыз үшін сізге осындай призіңіз бар. Келесі, сол ән сөз басқа. Бізде ұлттың түлегі шан жастар едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Осы қайта көтерді орнынан тұрып айтып беріңізші. Бір ауылдан түлеп ұшқан жастар едік, бәріміз бір өмір жолын бастар едік, бәрімізде жазылмаған дастан едік, армандастар құрдастар, бірінің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастар едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Досым сөз әдемі екен, өз атынан жүрген Нұр Отанның атынан рахмет етемін сізге. Өте тамаша. Дұрыс емес па? Дұрыс па? Алым дұрыс па? Дұрыс екен, әдемі. Дұрыс екен. Сол ән енді жалғастырайық, сөзі басқа. Жазымәрін, мәзімәрін қысқартып, бара жатыр қысқартып. Әділетті болсын, осы апайын бірінші көтерді. Жазымәрін, мәзімәрін қысқартып, бара жатыр қос қайтып. Зымырайды менің бала кезімде, бір жау етіп өте шыққан сезімде. Құрызбаған приз сізге ысқарған, бара жатыр. Дұрыс табылды. Содан сөз басқа. Тамаша той думанмен таң атса, сол кезде жанында сен жаратса, тамаша жексенбідің ойласында, қонақтан балаға Қандай абай? Тамаша той думанмен таң атса, жанымда айдай сұлу жаным тұрса, тамаша мен
Dұрыс па екен көрейікші. Дұрыс болса приз береміз. Дұрыс жауабында бір-екі әнді қояйық досым. Bir ән, сол ән сөзімізді әділет тауып приз алып береміз. Тойыңа гүл алып келіп ем қуанып, қасірін гүлім деп көктемде. Апай, орнынан тұрып кеткен апайға бұрайын, әділетті болсын. Орнынан тұрып кеткен апайлар өзіңіз. Kelesi hem olsun. Сұмдық билеріңіздер ғой. Рахмет, Алла разы болсын. Нан olsun. Құрметті қонақтар, бүгінгі келген тойға келген Сашка менен Күләханның жаңағы тойы. Жаңағы екі бала, біреу сүндеттеліп, біреусі бір жасқа келіп, тұсаукесер тойы болып жатыр, тойын тойға ұласып, екі бала осындай тағы да тойларың жалғаса берсін. Екеуінің жаңағы келешекте үлгеру тойын көр, Сашка. Тойын той қыласып, жақсы бола бер. Ассалаумағалейкум құдалар, ассалаумағалейкум ауылдастар. Мынау енді біздің бүгін Сәкен мен әпкемнің үлкен жаңағы айтып жатыр ғой. Мынау сүндет той деген үлкен той тегінде. Үнен кейін баламыз білім ордасына табан аттап отыр. Мынау аттағандарға құтты болсын, дені сау болсын. Үнен кейін мына кішкентайымыз міне өмірге қадам аттап отыр. Бала туылғаннан уже бастаймыз ғой өшеді. Соның үйленіп болғанша той томалағын бітіреміз. Мынау енді құрметті қонақтар, екі бала үлкен жігіт болсын, үлкен азамат болсын, жаңағы апайлар да айтып жатыр, үлкен кісілер де айтып жатыр. Солардың айтқаны Алланың құлағына шалсын, дендері сау болсын. Не деймін, екі балам аманды болсын. Тек қана жаңағы Құралай апайлар айтқандай үлкен азамат болып, бір ел айда жүретін екеуі үлкен азамат болсын. Артынан ере берсін. Сәкен тойларыңыз құтты болсын, жемісін жеңіз осы екі баланың. Қайда жүрсің де аман болыңыздар. Ал енді құрметті тойға жиналған тойшыл қауым, аға тәте бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Сүндет той, нағыз сіздердің тойларыңыз ғой, сіздің балаңыз. Жасқа толып отырған Ернаттың баласы екі тойды да бөле жармай бірге жасап жатсыздар, сол тойларыңыз құтты болсын. Өмір жастар ұзақ болсын, дендері сау болсын, күліп ойнап орталарыңызда жайнап жүре берсін, үріп бұтақтарыңыз көбейе берсін. Әпке, бәріңізге денсаулық тілеймін, дендері сау болсын. Мына бауырларының атынан жаңағы бауырлары бар, келіндеріңіз бар, той шашу. Ассалаумағалейкум, мынау құрметті қонақтар. Бүгін біздің жездеміздің дәулетіндегі қуанышын көріп алдым. Бағыңызшы. Мынау қуаныштарың құтты болсын. Мынау кәрі жездеміздің. Бері қара дейміз. Денсаулығы мықты болсын. Мынау балапандарың аман-есен болып, денсаулығы мықты болып, осы балалардың қызығын көріп қуанышта жүре берейік. Kızlar sınayım mı yani? Al yerde dediğimiz sözge kedimiz degende değil söz aytayın da Saşaga әпке мына бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Мына баламның Расылдың
toylar kutlu olsun. Toyga olsun köpçülük ciddi verin. Olsun da kendisi toyga tez giremeyin. Ne var köpçülük miydi? Ал құрметті тойшыл қауым, бүгін әпке жездеміздің үлкен тойы, үлкен қуанышы. Әпке жезде той құдайдың қазынасы деген қазыналарыңыз көбейе берсін, тойларыңыз тойға ұласа берсін. Сүндет той деп жатырсыз, балаңыздың мектепке барғаны болып жатыр. Аттаған табал әрқашанда ақ болсын, ұрпақты болыңыз. Ернатыңыз жалғыз деп жүрші едіңіз. Мен өзім историяны қозға кетейін. Мына Ернатқа қараймын да, мен қатты риза болатынмын. Ернаттың артында, Ернатты жетектеп, ана үш әпкесі жүргенде бір риза болатынмын. Үшеуі де бауырмашыл. Сол Ернат деп, Ернатты әлі күнге дейін сүйреп келе жатыр. Сол әпкелер аман болсын, Ернаттың артында сүйіп жүретін, Ернат жалғыз емес, үш түрегі бар, үш емес қазір алтау, екі соларыңыз аман болсын. Ернатыңыз әрқашанда сіздің әлі де дарын бар. Біздің мальчик бар, но все равно Ернатыңыз әлі бала. Сол балаңыз бала қалпында қалсын, бақытты балалығы болсын. Сол бақытты балалығы екі баласына бұйырып, үлкен әулеттер болып, бір ақ байлайтын ақ босаға болыңыздар. Ал тәте, аға, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, тойларыңыз тойға ұласа берсін. Мына ұлдан көрген немерелеріңіз ұзақ өмір жасасын. Барлықтарыңыз келген қонақтар, енді құлақтарыңызды бері кішкене астан алып, бері қарай салсаңыздар, әрине. Барлықтарыңызға той жұғысты болсын. Барлықтарыңыз Алланың назарында жүре беріңіздер, бақытты ғұмыр кешіңіздер. Тәте енді дарын деп немереңіздің алғашқы атын өзім қойып едім. Балаңыз міне алғашқы қадамы болып мектепке барып жатыр. Балаңыз дарынды болсын. Жақсы сөз жарымыз дейді. Әрдайым жақсылыққа жорайық, жақсы сөйлейік, жақсы айтайық. Сондықтан өзіме не тілесем, өзімнің отбасыма не тілесем, сіздердің отбасыларыңызға соны тілеймін. Сол сіздерге тек жақсылық, амандық, бақытты болыңыздар. Рахмет. Әлеміне құрметті көпшілік, кішкене сабыр сақтасаңыздар, кішкене шуламай тұрасыңыздар. Бір тамада қайсыңызға үй болады, сөз тыңдаңыздар, шуламаңыздар еді. Әлемді әпке жезде, жездеміз қашық болды, жоқ. Әлемді әпке жезде, тойларыңыз құтты болсын. Осындай тойға жете беріңіздер. Дарыным болса дарынменен мұрасының үйлендіріп, солар шөбіре сүйіп, солар төрінде отырыңыздар. Мына құрметті көпшілік келген қадамыңызға гүл берсін. Бақыттан осындай тойға жете беріңіздер. Не деймін сол, алдарынан 100 грамды алып отырыңыздар деймін. Рахмет, Алла разы болсын, бір ауыздан қосылдық деп жасыздар. Той қыласын, көңілдеріңізді әрқашан жайда, әрқашан бақытты, мен мағыналы ғұмыр кешіңіздер сіздерде. Қазір апайымыз жақсы бір ән салам деген болатын, дайын ба апайыңыз? Иә, сіздің бір әніңізге жақсылап билеп қайтайық бәріміз, келіңіз. Жақсы болса
Bir 90 kelgen apam toyun төрүндө отуруп, жұрттың бәрі валис билеп орындарына қайтып жатса, әлгі апам айтады дейді ғой, ай бүгін білдім кім-кіммен жүретінім деп. Рахмет, дастархан басында болыңыздар. Әрине, отыра орындықтан да ұят болып кетуі мүмкін. Дей тұрғанмен де бір тілекті екінші дастарханға қалдырсақ, ұят болады, бір жаған қайсыз болады. Сондықтан осы бір тілекті тыңдап алып, орнынан тұрып жалпы сіздерді жақсы түсініп отырмын. Би алаңында би билеп бойдарымен қарай қыздырсақ деген ой ғой мендегі. Қазір кіндік әке деген қазақтан негізі өз басым ойлаймын жоқ шығар деп. Кіндік шеше деген бар. Енді кіндік шеше өкіл әкелерімізді ақ тілектің төріне шақырамыз. Сайлаубек ағамыз, Кеуірхан анамыз, Абай бауырымды жолдасымен, жеңгемізбен, және де Абзалды, Жанатты. Ортаға дұрыс береке, ортада болыңыздар. Сайлаубек әкем және Кеуірхан жешем. Абай келіңіздер, той иелері жақынырақ өткен сый-сияпаттар бар екен, сол жағын ескеріп қарап, қабылдап алайық. Жақсы тілек арнап алайық. Кеуірхан бірінші өзіңізден болсын тілек келіңіз. Енді бүгін сайлауға себептермен келмей қалды, оның меселесіне барам деп тұр. Ал құрметті көпшілік, бүгін аға мен Күлайхан досының қара шаңырағында үлкен қуаныш болып жатыр. Ол қуаныштың негізгі иегері менің балам Дарын мен Нұрсұлтанның тұсаукесер тойы. Барлығымыз сол ұрпақтан өсіп, ұрпақпен жетелік, ұрпақпен жесейіп отырмыз. Ең бірінші сол екі нәрестем бақытты болсын, баламның аттаған қадамы сәтті болсын, жақсы бір оқушы болып, бүгін мінекей мектепке барған тойын тойласақ, ертең оқуды бітірген, оның кейінгі институт бітірген, оның кейінгі үйлен тойларынан Құдай Алла соның лайын нәсіпсін. Ал аға, Күлайхан, бүгінгі мына жасап жатқан тойларын тек қана қуанышқа, берекеге жасасын. Той Құдайдың қазынасы дейді, лайын тойдан ажыратпасын. Бүгінгі жайып жатқан дастархандарыңыз тек қана тойға, мерекеге, берекеге жайылсын. Заманымыз тыныш болсын, дастарханымызда нан кетпесін. Мына арада чапқылап жүрген ұрпақтарымыз аман болсын. Солар үшін тіршілік етіп жатқаннан кейін, солардың дендері сау болып, еш уақытта көңілдерін кірбің шалмасын, дендері сау болсын. Ал балам үлкен азамат бол, бүгіннен атқанып, ел намысын, ел тілегін алып жатсаң, ертең үлкен ауылдың, үлкен қаланың, үлкен астананың аттарына ие бол. Аға той-тойға аласын, мына бүгінгі азын-аулақ әкелген сыйлығымды қабыл алыңыздар. Ай, бәрекелді, Кеуірхан апа, Алла разы болсын. Абай ұста, енді сый-сияпаттар бар. Келіңіз Сағидоллаға, сол сый-сияпаттарды қабылдап алыңыз. Костюм шалбар. Сізге мінекей осындай сый-сияпатымыз. Және де Күлайхан апамызға той бастар. Және орамалдан болмай жол болады. О, апам. Кеуірхан апам бүкті сандықтақтарымыз. О, сүмбе апа. Сүмбе іштен. Кәрбет сіздеп біткін. Алтында болмайды. Аспазым. Және де өзіңіз айтып жіберіңіз. Апа сізге осындай кезде енді қошемет көрсетіп қойсаңыздар болады.
Өзіңізге осындай алтын мінекей құтты болсын. Жүзіктеріңіз алтын, жүздеріңіз жарқын болсын деген Садыржан бауырымның сөзі бар. Құтты болсын апау. Осының бәрі сіздікі ғой ма? Мына сумкасымен қозғын. Бәрі сіздікі. Жадыра қызым, келе ғой. Жадыра, Ерекең үйіндегі жеңгеміз. Жадыраға да күміс комплект. Жадыра айтып жатыр, менің де тірлігім оңай болған жоқ, рахмет ама деп жатыр. Менің де тірлігім оңай болған жоқ, Алла разы болсын. Енді және де апау маған ештеңе жоқ па? Ернат балама жейді. Ереке, мінекей, сізге рубашка, құтты болсын. Және апау. Бұл бәріне бұндай той көрмеген шықпаш қой? Той шашу. Кәдек бәрі. Апам болмаса, Күлайхан қайдан жаратылды. Апама орамал. Ой, апама. Бір келінді таксометті жібереміз ғой. Жадыр қайда? Әзілемей, сіздер жабар көріңіз. Және де? Болмағын ағашыдан дейді, ағаш апасына аға орамал. Бәрекелді нағаш апамызға және де өзімізге. Және де тойбастар бар екен. Бәрекелді құдағиларға тойбастар. Және де алтын. Екі күн базарларға жатсыз ғой. Мынау енді осы әулеттің қыз деген жақсы ғой. Қыз жатсыздық болғанмен күйетін қыз. Сондықтан дана қызына осы біздердің жолымызды берсін. Зейнеткерлікке шықсын, әже болсын, немере сүйсін, күміс біледі. Кейбір қанамам өзі келіп осынды жазақпен егер Сайлабек ағамеге келетін болса біраз әлбет дейтеді ғой қазір. Абай бір ауыз. Ке бауырым үйленген қандай кетіп ғой. Ассалаумағалейкум тағай жамаған қауым. Бүгін Сағидол әке, Жақаншысы, Ернат досыммен жақын дейді. Келсем келмеді, ренжімеңіздер жұмыс барымен келе алмады, ренжімеңіздер. Бүгін дарым баламмен, Нұрасыл баламның тойына жиналған қауым, көптің көп рахмет. Бүгін енді әкем бір себептермен келе алмай қалды, ренжімеңіздер. Мен шешем әкемнің орнына өзім шығып тұрмын. Ренжімей шашақтар. Той шашу дейді. Ал енді деймін, тойларыңыз құтты болсын, Рақан шеше, Сағидол әке. Ернат досым, негізі мен өзім дарымның кіндік әкесі болам. Өзім негізі. Ол өзім үйленбей тұрған кезде кіндік әке болғам. Қазір бір басты өтеу болып үйлендім енді. Енді ол дарымға өзім аденға, өзім сыйлығым бар. Оны өзім аденға еретеңмен Жақотыға өзім сыйлаймын. Дейін, бүгін екі баланың жақсылығына жинап отырған қауым, екі баланың жақсылығы, екі бала әрқашан бақытты болсын, дені сау болсын, үлкен бір азамат болсын, осы Қазақстанның бір халықты да бір азамат, бір президент болсын деп мен ойлаймын өзім. Ернат пен Жақотыдың бір жағына шығатын бір жігіт азамат болсын деп ойлаймын. Сол, не деймін, басқа барлықтарыңызға жақсылық, Күлайхан шешеммен Сағидол әкем аман болсын. Әрқашан осындай жақсылықта, осындай ағдасының басында кездесіп жүре берейік. Елдеріміз сау болсын. Тойдан тойға кездесе берейік. Сол үшін. Рахмет. Абай айтып тұр ғой, ешкім жетісіп жүрген жоқ, мен де үйлендім жақында да. Бар екен, үйленген жақсы бол. Абай жүрді. Мен де Абай сияқты жүріп үйлендім, әділет ол.